әр заманның өзіне лайық батырлар мен билері, ел басқарған сұлтандар мен хандары болған. Благодарствуем вам, Барак-хан. Мы передадим ваше послание нашему князю. Әр заманда да жер бетінде ақ пен қара күресі қашан толастаған емес. Сол замандарда уақыт талабына сай тарихқа бетбұрыс жасау тек қана тағдырдың қалауымен, таңдаулардың ғана қолынан келді. Аумалы төкпелі заман болғалы тұр. Бір пәлені ішім сезет. Айтарым Керей мен Жәнібек саған аманы. Олар батылда ер жүрек, білімді де ақылда, мейірімді де жомарт, өз елін сүйетін ел жанды азаматтар болатын. Рахмет, балалар. Сендер болмағанда не болар еді? Мен... Бұл Жәнібек, ал мен Кереймін. Ей! Бірақ игі мақсатқа жету жолында кедергі болып, кесірін тигізетін қара күштер бар екенін естен шығармаған жөн. Ей, қазақтар! Дәл осы жерде қандарыңды судай шашып, құзғын қарғаларға жем қыламыз. Батырларыңның басын айзаға іліп, ұлдарыңды құл, қыздарыңды күң етеміз. Керей! Шық жекпе-жекке! Ақ найзаның ұшымен, ақ білектің күшімен, ақылымен, ісімен, елін дауға, жерін жауға бермеген қастерлі ұлдарын халықтың өзі ақ киізге көтеріп, хан сайлаған. Қазақ елі, өз тарихыңды ұмытпай, мақтан тұт.